Қайырлы кеш оқырман. Аида мен Нұрдаулеттің ара қатынасы хикаясы бітпей жатыр. Жігіттің сөздеріне Аида жынданған болу керек. Бүгін бар ойын сториспен жеткізе салған болатын. Соған қарағанда Нұрдаулеттің стористарын, сөздерін оқырман жеткізетін көрінеді. Ал енді көрейік, Аида не деп жатыр. Сабыр бер дейінше, мен ұн шықпай күліп сөйлеуге құтылайыншы десем дағы қойбодыңар ғой. Мен аял башым менен, мен елдің алдынан нажалась давить отқан жоқмын. Мне плохо, мне больно. Да, я тоже плачу, мне больно, но я это не показываю. Мен деле аял башым менен жеңимди түріп, все, надо двигаться дальше, жашоо токтойт деп атам. Кимдир бирөөлөргө окшоп, нажалась давить етип, мен ушундай кылайын дедим, болбоду, мындай болду. Мени аралаштырбай, күчтүү болуп жашагыңар келеби, мени аралаштырбай, элдин алдында жалки болбой, нажалась давить етпей, жашагыла ради Бога. Я что, мешаю вам? Он чыкпаган сайын башыма чыгып атасыңар, что я скажу вот. Как будто мен аны ургам, мен ага кол көтөргөм, мен жулкулдаткам, көгала кылып түрткөм стеклого, как будто ал стресстин айынан выкидыш болгонду, хватит уже, эркек болгулачы. Ал Нұрдаулет болса осындай жазу қалдырды таңертең. Бәрінен шаршадым, болды сындым. Инстаграмымды жауып, қарапайым адамдарша жұмыс жасап тыныш өмір сүргім келеді. Карьера, бизнес, спорт бәріне қойғаным бар. Осынша жұмсақ, осал болып шаршадым. Хватит уже істейтін ештеңкем қалмады. Сынақты көтере алмай қиналдым. Енді мені әлеуметтік желіден көрмейсіздер. Барлығын тастап басқа жаққа басқа саламен кеткім келеді. Ауылда жатқаныма бір апта болды. Қалаға мүлдем желаниям болмай қалды. Мысалы осылай айтып бәрін тастап кетсем де болар еді. Бірақ олай айтпаймын. Менің кім екенімді көрсетем, әлі өзімді мойындатамын. Осы күнді есте сақтап алыңыздар, бұйыртса 2026 жыл басқаша болады бәрі. Мен үшін бәрі енді басталды, деді Нұрдаулет. Ал Аида сезім жоқ, болды теманы жабайық деп көп сөздер айтты. Солай енді екеуінің екі жаққа кетуі осы секілді. Аида қозғалыс, алға ұмтылу дегенді жақсы көреді. Ал Нұрдаулет жаймен баппен күнделікті өмірді сүргісі келеді. Екеуінің деген өмірге деген көзқарасы әр түрлі секілді. Бірге қайта қосылу үшін екеуі бір жаққа қарау керек. Қазір екеуі екі түрлі әлемде, әр түрлі жаққа қарап тұр деуге болады. Сіз қалай ойлайсыз? Аида іштегі бар сырын ақтарып айтты. Нұрдаулет өзін жертва етіп көрсетіп жүрме. Қалай ойлайсыздар? Аида болса өзінің сезімін айтты, жақсы көрмейтінін де мойындады. Тек қана қолдаушылардың арқасында жүргенін айтты. Эчнерсе жок бизде уже, нету. Дагы бир важный нерсе суранып кетейинчи, пожалуйста. Ал эмне кылып жашап атат, эмне сторис салып атат, скрин кылып, мага жиберип, отметка кылып кереги жок, меникин ага жиберип кереги жок, потому что нам не интересно. Мен эмне кылып атам, ал эмне кылып атат, во-первых. И еще у нас никакой любви нет, кайра кошулуп кеткиле. Кошулганга бизде шанс дагы жок вообще. Потому что болчу нерсе болуп кеткен, айтылчу сөз айтылып кеткен. Это, во-первых. Во-вторых, у нас любви и не было. Биз элдин астында таанышып, элдин алдында сүйлөштүк, бүт баары тең, вау, сонун парасыңар, давайте деп колдоп кетти. И ошол моментте биз дагы, биз значит сонун пара экенбиз деп сүйлөшүп и так далее. Ушинтип атып, мы думали это любовь. Но уже үйлөнгөндөн кийин бир крышанын астында, бир үйдө, бир бытовухада сен түшүнөсүң, это твой человек или нет. И мы тогда поняли, у нас оказывается любви нет, биз жашай албайбыз, бизден семья чыкпайт. И все, мы разные. Из-за этого мы разошлись, мы это поняли и разошлись. Все. Сезім жоқ дейді Аида, сіздер сендіңіздер ме? Ажырасу атағынан енді қорықпаймын дейді. Мен онсыз қазір бақыттымын. Құдайға шүкір. Мен шынайы махаббатпен кездесіп, лайықты түрде үйленемін. Мен бұған сенемін деді Аида. Мен сол Аида арман, ажырасудан ештеңе өзгермейді. Басымды жоғары көтеремін деп айтқаны бар. Еще эгерде бизде сүйүү болсо, ал адам күрөшөт болчу. Жөн эле элдин алдында, ой, мне плохо, мне больно деп анан мен күчтүү болом дебейт болчу. Жумуш менен көрсөтмөк, иш менен көрсөтмөк, но ал кылган жок. Биринчиден, экинчиден, если любовь болсо, мен до конца, билесиңер какая я, мен до конца бармакмын. Мен барган жокмун, потому что я поняла то, что это не мой человек, бизде баары жашоо болбойт. Но да, я страдала, я плакала, но не из-за того, что я скучала и я хотела вернуть его, а из-за того, что вот я тупая дедим. Зачем мен эчкимди укпай, жакындарымды укпай? Мен ошол адамды баарынан бийик коюп, я вышла замуж, 2-3 ай жашап туруп, разведёнка деген атты өзүмө алып алдым. Почему? Зачем мне это надо было? Деп мен ошого ыйлап, ошого страдать еттим. Но я поняла потом то, что я не последняя, я не первая и не последняя, да, кто развод болуп атканчы. Это для меня опыт, зато мен кийинкисинде мындай каталарды кетирбейм, и ал дагы кетирбейт.